Балықты қып-қызыл етіп, өте дәмді ерекше әдіспен дайындаймыз. Ең алдымен балықтарымыз ірі болатын болса, осындай бөліктерге бөліп аламыз, міндетті түрде осылай кесіп шығамыз, арасы толығымен пісуі үшін. Қатты қалың болса, ортасы піспей қалуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде осылай кесіп алыңыздар. Одан кейін жақсылап тұздап аламыз екі бетінен. Бөлек ыдысымызға 2-3 ас қасық ұнымызды саламыз, үстіне суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Ешқандай комочек қалмайтындай болуы керек. Осымен біздің клярымыз дайын. Балығымызды алып, осы клярға екі бетінен осылай аунатып алып, қызып тұрған майымызға салып, балығымызды қуырамыз. Бір бетін толық қызарғаннан кейін ғана екінші бетіне аударамыз. Қызармай жатып аударсаңыздар, балықтарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Осылай қып-қызыл етіп, екінші бетінде қызартып аламыз. Сонымен біздің балықтарымыз дайын. Осындай керемет рецептерді жіберіп алмас үшін парақшаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!